ерке өскенмін да андай ешқашан мен дауыс көтеріп көрмеген өзі үйдегілер вообще әкем до такой степени еркелететін жаңағы таңертеңгісін даже бет қолымды жуғызбайтын да сул тракпен сүрте салатын саған бола береді дейді сөйтіп клубниканы нені алып келеді деп аузыма салатын да ана екеуі тұрмай жүр дастархан дайындап қойдым деп тамаша қыз екен үлкен сестрам мен ағам тұрмайды сөйтіп еркелеткізіп өткізді содан не керек бір күн енді қызық болсын айта кетейін жаңа жыл ғой жаңа жылда жаңа бәріміз 12-ге дейін кетіп қалатынымыз бар еді ғой 11-де кетіп 10-да үйден шығып кетеміз да сөйтіп 10-да үйден шығып кеттім да 4-те келіп тұрсың ғой примерно дастархан жайған манты жасаған үйдегілер дайындалған ғой сен бірақ жоқсың сол күйі достарыңмен қатып 4-те кішкене енді ол кезде кішкене қызығып жүрген кездер ғой енді айта берейік енді шындыққа бірдеңе қызығып жүрген сияқты сөйтіп 4-те келіп тұрмын есік тоқтап деп мама ашшы десем кет бар сарайға дейді кетіңдер бар сендер үшін дастархан жасадық қой біз не үшін дайындалдық жаңа жылға әкең де ішеді сен де ішеді кетіңдер бар жоғалтыңдар деп мама ашшы қатып қалдым ғой енді ашпаймын барыңдар кетіңдер далаға әкең де кетсін далаға бірдеңе деп отыр папам мені жақсы көреді ғой сөйтіп мына жағынан айналып кухня жағына барып деп терезе мынандай ішінде салфамен қапталған ортасында жүні бар андай кухняда бар бачалар кухня жақта жатады ғой сол кухня жақта жатыр андай өзінің концерті да ол жерде папа десем ау дейді терезеден ашшы десем қазір деп соны ана жаққа кеттім мен былай қаратай бардым сол ана жақтан мамам шығып қалды екеуі шығып қалды да сөйтіп аш үй бала қатып қалды деді ашпаймын неменеге ашамын сендер үшін дастархан жасап жаңа жылда біреуге жасыңдар үйге сен кеттің ана жаққа анау кетті мына жаққа кетсін бар далаға сарайда жатсын жынсың ба бала қатып қалды аш өпті қатып жынсың ба жаурап қалды ғой ашпаймын ашпаймын төбелесіп кетті екеуі жібер деймін саған мына жағынан өтіп кетемін да терезеден қарап тұрмын да сөйтіп итеріп жіберді папамды андай жұмсақ адам болды да мама көнгіштеу кішкене итерме мен деп ойбай деп қалды терезеден қарап тұр да бүйтіп екеуміз бір бірімізге қарап тұрмыз үйдің ішінде свет жанып тұр ғой ол көрінеді мен көрінбеймін екеуміз де бір бірімізге қарап тұрмыз да ашшы десем көрінбейді да мен көзіме қарап тұрып балам қазір ашамын дейді да көзі бүйтеді екі жақ сосын бір кезде ашып қалды есікті ашып кіріп атып кірдім бір кезде мамам тұрып міне ішіп алған мынау абай мынау ішіп алған түрін қара мына көзін қара қып-қызыл ішіп алған деймін ішпейді қойшы мен балам ішпейді ішіп алған деймін абай үфте мама қойшы үфте деме үфте деймін деп міне қызыл арақ ішіп алған мына балаң қызыл арақ ішіп алған абай қайсал деп бір кезде папама үф десем өзің асқазан иісі сондай деймін